Ассалаумағалейкум. Баялдыны қыс мезгіліне қалай сақтауға болатынын көрсетемін. Ең алдымен тазалап, жуып, өз қалауыңызша тураймыз. Қатарластырып, әр қатарына бетіне тұз сеуіп шығамыз. Немесе салқын суға бір ас қасық тұз салып, бетін бастырып қоюға болады. Тұзды себу себебіміз баклажанды солонин деп аталатын улы зат болады. Соны бөліп шыққанын күтуіміз керек. Ол бөлінгеннен кейін бөлініп шыққан шырынды төгіп тастап, салқын сумен бір шайып аламыз да, қайнап тұрған суды үстіне құйып 5 немесе 10 минут бетін жауып қоямыз. Кейін суды төгіп тастап, баклажандарымыздың суығанын күтеміз. Баклажандарымыз суығаннан кейін міндетті түрде замогы бар пакеттерге салғандарыңыз жөн. Себебі бұл мұздатқыштағы басқа да заттардың иісін өзіне тез сіңіріп алады. Баклажандарымызды бір қатар етіп орналастырамыз. Шырын ішетін трубочканы шетінен салып, замочигін жауып, ішіндегі ауаны шығарып тастаймыз. Осылай баклажандарымызды вакуумдеп, ықшамдап, мұздатқышта аз орын алатындай етіп, қыс мезгіліне дайындап сақтаймыз.